Қайырлы күн, құрметті біздің виртуалды музейіміздің көрермендері. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің бейнелеу өнерінің түрлері және жанрлары тақырыбындағы кезекті экскурсиясын жалғастырады. Бүгінгі танысатындарыңыз графика. Графика өнері бейнелеу өнерінің бір түрі. Графика гректің грапо деген сөзінен шыққан. Қазақша жазамын, сызамын, суретін саламын деген мағынаны білдіреді. Қарындашпен, тушпен салынған сурет немесе гравюралар графикаға жатады. Ол бейнелеу өнерінің бір саласы болып табылады. Кітаптағы иллюстрациялар, газеттегі суреттемелер мен карикатуралар, түрлі, яғни көшедегі плакаттар, осының бәрі график суретшілерінің туындылары. Графикадағы сызықтар, штрихтар, ашық және қоңырдақтардың арақатынасы жетекші маңызға ие болады. Графика өнерінің кейбір түрлерінде түстер де пайдаланылады. Яғни ол түрлі түсті болуы да мүмкін. Қазақстан суретшілерінің ұлттық графикаға қосқан үлесі өте зор. Еліміздің өнерін дамытып, сол салада графика саласында жемісті еңбек етіп жүрген суретшілер аз емес. Олар Исатай Исабаев, Макум Кисамеддинов, Алихан Смағұлов, Балтабай Табылдиев, Константин Баранов, Николай Гаев, Владислав Гурьев, Евгений Сидоркин, Темірхан Урдабеков, Қадырбек Каметов, Василий Тимофеев, Үкі Ажиев және тағы да басқаларын атай беруге болады. Бұл аталған суретшілердің шығармалары біздің музей қорында да сақталған. Графика өнері каллиграфия мен жазбамен тығыз байланысты деп болып табылады. 19 ғасырға дейін графика мен сурет түсініктері қатаң ажыратылып қаралды. Графика деп тек баспа техникасымен салынатындарды атаса, суретке қолмен салынатын жұмыстарды, яғни қарындашпен салынатын нобайды, нұсқаны жатқызды. Гравюра француздың гравер, қию, тырнау деген сөзінен шыққан. Гравюра деп бетіне сурет ойып салынған тақтаны да, сондай-ақ одан алынған басылымды да гравюра деп атаймыз. Гравюра Қытай елінде шамамен 6 ғасырда пайда болды. Ал батыс Европада 13-14 ғасырларда шығып, 16 ғасырда кемеліне жетті. Көптеген график суретшілерді байқасақ, олар қарындашпен, акварельмен, туш сияқты қолайлы әрі ыңғайлы материалдарды қолданған. Графикаға гравюралардың барлық түрлері жатады. Яғни олардың суреттерден айырмашылығы сол, оларды көп дана етіп көбейтуге болады. Және ол көшірме емес, оригиналы болып саналады. Гравюралар бірнеше тақталардан басылады. Гравюраның түрлері өте көп. Олар афорт, ксилография, линогравюра, литография. Яғни графикаға қарындаш, көмір, тушты пайдаланып қолмен салынған суреттер баспа графиканың әр алуан түрлері. Яғни олар ағашқа жасалған гравюра, ксилография, металға жасалған гравюра, афорт, литография деп аталса, және линониумға салынған ол линогравюра деп аталады. Линогравюра дегеніміз, яғни линониумды пайдалану арқылы орындалатын гравюраның түрі. Мұнда ең алдымен линониум жуып тазартылып, сүртіп құрғатылған болуға тиісті. Сурет әбден дайын болған кезде арнайы құралдармен, яғни штихель дейді, арнайы құралмен қашау арқылы қиылады. Оған арнайы станоктар пайдаланылады. Осы линогравюра саласында жемісті еңбек еткен біздің жерлесіміз бүгінгі күнде әрине қайтыс болып кетті. Кеңесбаев Төлеуғали Алмасұлы. Осы кісінің шәкірті бүгінгі күнде линогравюра техникасында еңбек етіп, жемісті еңбек етіп жүрген ол біздің жерлесіміз Аманбаев Манатбек. Ал енді бұл линогравюра техникасы негізінен өте сондай ждағаттылықты, шыдамдылықты, төзімділікті қажет ететін болғандықтан бұл техникада көп суретшілер жұмыс жасай бермейді. Кескіндеме сияқты
графикаға да портрет, натюрморт, пейзаж, тарихи, анималистік және тағы басқа жанрлар тән. Яғни бұның барлығын кескіндемедегі сияқты графика өнерінде де жасауға болады. Графика мен кескіндеме өнерінің арасындағы байланыс ауыспалы. Мысалы, акварель, пастель, кейде гуашьпен жұмыс істеу техникасын өнердің бір түріне, кейде екіншісіне жатқызады. Бұл түстің қандай деңгейде пайдаланылғанына, шығармада сызық пен дақтың қайсы басым екендігіне, оның қолданылатын орнына байланысты. Қолданылу орнына қарай графиканың станокты, кітап, яғни газет, журналдар және қолданбалы графика деп плакат сияқты плакатта жазылатын түрлерін айтамыз. Станокты графика шығармаларын музейлерден, яғни біздің музей көрмесінен тамашалауларыңызға болады. Графиканың тағы да бір маңызды салаларының бірі ол кітап графикасы. Кітаптың ішкі және сыртқы безендіру жұмыстарының барлығы тұтас өнер туындысын құрайды. Әсіресе суретші иллюстраторлардың рөлі өте зор. Ал қолданбалы графикаға күнтізбе, құттықтау хаттар, ашық хаттар, орауыштардағы зат белгілері, яғни этикеткалар дейміз, почта маркалары, көшедегі жарнамалар жатады. Заман талабына сай бүгінгі күнде компьютерлік графика қарқын алып келеді. Компьютерлік графикада бұл графиканың бір түріне жатады. Яғни суретшілер қиылысқан сызықтардан, көлемді элементтерден, өрнек, түрлі түсті дақтардан монитор бетінде композиция жасап алады да, дайын болған бейнені принтер арқылы басып шығарады. Құрметті көрермендер, біз әлі де виртуалды экскурсиямызды жалғастыратын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.